Алматы қаласының индустриялық аймағы жеке кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында құрылған. Бірінші кезекте машина жасау, тамақ, жеңіл, фармацевтика, химия өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру сияқты өнеркәсіптің басым салаларын дамытуға арналған. Мұнда өнеркәсіпті дамыту қорының қолдауымен мөлдір конструкциялар комбинаты өтінімі бойынша энергияны үнемдейтін сәулеттік қазбеттер зауытын салу жобасы іске асырылды. Энергияны үнемдейтін архитектуралық қазбеттер зауыты 2020 жылы пайдалануға берілді. Ол 2 қабатты терезелер, есіктер, витраждар, сондай-ақ ПВХ және алюминий бұйымдарын өндіруге маманданған. Жалпы ауданы 10 000 шаршы метр болатын зауыт қойма, үй-жайлары бар 3 жолдан тұрады. ПВХ конструкцияларын жасау желілері, алюминийден бұйымдар жасау желілері, сондай-ақ 2 қабатты терезелерді құрастыру және шыныны өңдеу желілері орналасқан. Зауыттың барлық өндірістік желілері өнеркәсіпті дамыту қоры қаржыландыру бағдарламасы бойынша сатып алынған жоғары технологиялық жабдықтармен жабдықталған. ПВХ бұйымдарын дайындауға арналған жабдықтың өндірістік қуаты жылына 129 600 шаршы метрді. Алюминийден бұйымдар жасауға арналған жабдықтың өндірістік қуаты жылына 108 000 шаршы метрді. Ал 2 қабатты терезелерді жасауға арналған жабдықтың өндірістік қуаты жылына 237 600 шаршы метрді құрайды. Зауыттың жабдығы жетекші түрік, итальяндық, ресейлік және эстондық техника өндірушілерінің инновациялық технологияларын пайдалана отырып, күрделі жобалар мен озық шешімдерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында энергияны үнемдейтін сәулеттік қазбеттер зауытын салу жобасы іске асырылды. Іске қосылған сәттен бастап, зауыт терезе мен есік құрылымдарымен еліміздің 100-ден астам құрылыс нысандарын жабдықтады. Оның ішінде мұз аренасы, Алматы театры, 5000 орындық атлетикалық ауыл және тағы басқалар бар. Бүгінгі таңда мөлдір конструкциялар нарығы жыл сайын дамып келеді. Ол жаңарып, дизайнерлердің, сәулетшілердің және құрылыс компанияларының жаңа шешімдеріне бейімделеді. Өнеркәсіпті дамыту қоры уақытпен қатар жүріп, өңдеуші өнеркәсіптің отандық кәсіпорындарына қолдау көрсетеді. Осылайша ұлттық экономиканың өнеркәсіптік әлеуетін дамытуға ықпал етеді.